Арма қазағым, көптеген адамдар ойлайды Нобель марапаты ең дүние жүзіндегі керемет нәрсе деп. Ең керемет марапат деп ойлайды. Алайда сіздер ойланып көрмейсіздер. Мысалы, Нобель марапатының астында жатқан саясат туралы. Мен сіздерге айтып кетейін, 90% Нобельға ілінген адамдар, ие болған адамдар, олар біріншіден Европамен, сосын Америка, Канада деген елдердің азаматтары болғаны. Былай тұрсын, олар ақ нәсілді болады. 90%-дан аса Нобель лауреаттары, Нобель жеңімпаздары сондай ақ нәсілді болады. Танымалы ең ақ нәсілді емес Нобель лауреаттары, Нобельге ие болған адамдар, олар кезінде Нельсон Мандела, сосын Мартин Лютер Кинг болады, Тони Моррисон жазушы, сонымен Малала Юсуфзай деген Пакистанның белсендісі, сол енді бәрі емес, бірақ ең танымалы ақ нәсілді еместері осындай болады. Сонымен бұл Нобель марапаты не туралы болады? Яғни олар көп жерде ақ нәсілді адамдарды марапаттап, мынандай саясатты жүргізеді. Тек қана ақ нәсілді адамдар керемет бола алады. Ғылыми жақтарынан ашатын нелерді, жаңағы жасайтын прогресс дейді ғой, адамдарға керек, адамзатқа керек нәрселерді тек қана көбіне ақ нәсілді адамдар ғана жасай алады деген саясатты жүргізеді. Ақ нәсілді адамдарды ғана марапаттап. Сосын енді жаңағы ушуға деген сияқты скандалға ілінбеу үшін жаңағы Малала Юсуфзай деген сияқты қыздарға өтіріктен алдап солап бүйтіп тағы бір қосымша бір нелерді, марапаттарды бере салады. Осылай, соны біліп жүріңіздер, қазақтар. Қай бір Европаның марапаты болсам, Кан фестивалі болсын, Венециялық фестиваль болсын, тағы басқа бірдеңе болсын, киноға қатысты, неге қатысты, шеберлікке қатысты, өнерге қатысты, әдебиетке қатысты, я басқа бірдеңеге қатысты болсын, олардың барлығы көбіне ақ нәсілді адамдарды қолдайтын саясат жүргізеді. Осылай, аман болыңыздар.